Бұл дүниеде ақшаны не үшін табасың, егер оны ішіп, жемесең, күліп ойнамасың? Айтыңызшы. Не қыласың ол ақшаны? Жататын керуаттың астына тығып, сол жерде шіріп өлмекшісің ба? Не пайда ол? Сонша тозғаның, сонша бишара болып әркіммен жаға жыртысқаның. Оның бәрі неге? Тапқан ақшаңа бала-шағаңмен ойнап күл. Жақсы уақытыңды өткіз. Ағайынға бар. Қазақ әу баста айтып кеткен. Атың болса не істе дейді? Желіп жүріп жер таны дейді. Асың болса ше, беріп жүріп ел таны дейді. Асың болса жеп жарылып өл демейді. Атың болса бір өзің міне бер, немесе қораға байлап қойып күніге қарап тұр демейді. Ел арала. Ат не үшін керек? Міну үшін керек. Қорада тұру үшін емес. Ас не үшін керек? Ағайынмен араласу үшін керек. Халық тағы да айтады. Аллаға жағам десең, о халықтың сөзі, азанды бол дейді. Ағайынға жағам десең не дейді? Қазанды бол дейді. Сен тапқан дүниеңді ағайынмен бөліспесең, бала-шағаңменен соның рахатын көріп арқа-жарқа болмасаң, онда несіне табасың ол дүниені?